қатысушылар, бүгінгі біздің сайысымыз смарт қала, ақылды бала деп аталады. Сайысымыздың бірінші кезеңі қатысушылармен танысу. Қазір қатысушыларымыз өз-өздерін таныстырады. Я Аврина Дедина, мне 4 года. Наша группа Бауса. И мой девиз никогда не сдаваться. Меня зовут Боялкина Владислава, мне 6 лет. Я хожу в детский сад, могу в предшкольную группу Лилки. Я расплакала Эмили, группа Бауса, мне 5 лет. Мой девиз всегда быть смелым. Құрметті қатысушылар, сайысымыздың екінші кезеңіне де келіп жеттік. Сайысымыздың екінші кезеңі мамандықтарды өз заттарымен сәйкестендір деп аталады. Эти предметы относятся к больнице. Эти предметы относятся к магазину. Там работают такие профессии: кассир, охранник, фасовщик. Магазин нужно, чтобы у нас было все дома. Продукты, мебель, игрушки и мебель. Эти предметы находятся в парикмахерской. Там работает парикмахер, стилист, бабы. Они очень нужны нашему городу, потому что делают жители красивыми, постригают, красят, делают прически. Құрметті қатысушылар, енді сайысымыздың келесі кезеңіне өтейік. Келесі кезеңі қауіпсіз жол ережесі, яғни логикалық ойлау кезеңі. Сайысымыздың келесі кезеңіне көштік. Қазір қатысушыларымыздың біреуі қауіпті көпірді жинаса, келесісі қауіпсіз көпірді бізге жинап береді. Енді айта қойшы, қандай көпір қауіпсіз көпір деп аталады? Мост, который много машин поедет, он не поломается. Владислава, қане айта қойшы, қандай көпір қауіпті көпір деп аталады? Мост, который встречным опасен. Ал енді құрметті қатысушылар, қандай жол қауіпті, қандай жол қауіпсіз екенін құрастырайық. Ал енді айта қойшы, қандай жол қауіпсіз жол деп аталады? Дорога безопасна, потому что там есть светофоры, пешеходный переход и дорожные знаки. Опасная дорога, где нет светофоров, дорожных знаков, зебры и фонарей. Ал енді құрметті қатысушылар, сайысымыздың келесі кезеңіне де келіп жетті. Келесі кезеңі қала инженерлері деп аталады. Яғни бұл кезеңде біз қаламызға, өзіміз тұрып жатқан үйімізге жарық жүйесі, су құбырлары қалай келіп жатқанын айтып берулеріңіз керек. Солнечная батарея, ловит свет первая, идет на подстанцию, он собирается на проводах, он идет в школу, детский сад, магазины и домой. Вода идет из источника воды, идет по трубам и переходит на чистку воды, потом идет по городу, дома, школы, магазины, больницы. Свет и вода важны для вашего города. Енді сайысымыздың соңғы кезеңі үй жұмысы менің қалам макеті. Мы ребята детского сада «Малыш». Разработали макет нашего города. Қазір бірінші болып өз макетін
Владислава таныстырсын. Этот макет города будущего, где люди берегут природу. Солнечные батареи дают энергию, а система собирает дождевую воду. Такой город чистый, красивый, доступный, естественный. Ал екінші болып біздің қатысушымыз өз макетін Аделина таныстырады. Я хочу вам показать, что в нашем городе есть ветряная мельница. Она помогает получить чистую энергию. Здесь много деревьев и цветов. Я мечтаю, чтобы все люди берегли природу. Тогда будет мир счастливым и здоровым. Ал біздің үшінші қатысушымыз Эмили өзінің макетін таныстырады. Здравствуйте, меня зовут Эмили. Я хочу вам сказать о нашем умном городе. В нашем умном городе на фонарях есть солнечные батареи. Они светятся и не вредят природе. На дорогах едут машины, рядом много деревьев и парк для отдыха. Город чистый и красивый. Ал құрметті біздің қатысушыларымыз, сендерге рахмет айтып жарайсыңдар дейміз. Сендердің жасаған макеттерің, жобаларың біздің қаламызға өте пайдалы деп ойлаймыз.